Бүгінгі видеода құрметті көрерменім сұрауы бойынша тобық, табан қызарып, ісініп, тобық шығып кеткен жағдайда жағылатын әдісті айтатын боламын. Видеоны бастамас бұрын достар, каналыма тіркеліп лайк басып және достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Мен статистикамды қарасам, менің каналыма тіркелмейтін адамдар 95% екен, 5% тек тіркелген. Сондықтан да каналыма тіркеліп алыңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар. Менің видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Бұл әдісті дайындау үшін крахмал аласыз, картофельный крахмал және кесе аласыз. Картофельный крахмалды кесеге салып аласыз, өзіңізге арнап. Қаншалықты сіздің қызарғаныңыз, ісігіңіз қаншалықты көп, соған жеткізіп аласыз. Сосын барып үстіне су құясыз. Крахмалдың қаймақтанып, қоймалжың болғанша суды құйып араластырасыз. Сосын оны аяғыңызға жағасыз, ісіп кеткен тобығыңызға, табаныңызға жағасыз. Жаққан уақытта крахмалды бірден жағыңыз, әйтпесе крахмал тез қатып қалады екен. Осылай жағып, барлық жеріне жағып аласыз да, үстінен бинтпен орап қоясыз. Эластичный бинт немесе қарапайым бинт. Бұл процедураны жиі қайталап тұрыңыз, қызарғаны кеткенше, жазылғанша. Және де осындай гельдер бар, диклофенак, биструм гель, индовазин, бодиага деген гельдерді де ісіп кеткен кезде, қызарған кезде жағуға болады. Спасатель және де спасатель, бодиага. Тағы басқа осындай гельдерді аптекадан алып, қызарған жеріңізге, ісініп тұрған жеріңізге жағуға болады. Достар, видео ұнаса, пайдалы болса, каналыма тіркеліп лайк басып, достарыңызбен бөлісіп және колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша достар, бай қуатты болыңыздар.